Сәлем достар. Әлемде жануарлар түрі көп. Олардың әрбірі өзгеше және әдемі. Бүгінгі видеода жануарлар әлеміндегі ең кішілерін көрсететін боламын. Олардың ішінде шынымен де адамды таң қалдыратындары жеткілікті. Ең кіші жылқы. Димовичка атты бұл жылқы әлемдегі ең кіші жылқы болып табылады. Оның бойы бар жоғы 44 сантиметрді, ауырлығы болса 26 килограммды құрайды. Бұл жануар 2001 жылы дүниеге келген және 2006 жылда рекордсмен атағына ие болды. Димовичка Америка бойлап турнирлерге қатысады және балабақшаларға, аурухана, мектептерге алып барылады. Жұлдыздардікі сияқты оның барлық нәрсесі бар. Оның жатақханасы және арнайы көлігі бар. Ең кіші аю. Әлемде бар жоғы аюдың 8 түрі кездеседі. Олардың ең кішісі Малай аюы немесе Буруан. Оларды оңтүстік Қытайда, шығыс Үндістанда, Индонезияға дейін кездестіруіңіз мүмкін. Малай аюының еркегінің орташа бойы шамамен 110 сантиметр, ауырлығы 70 килограмм шамасында болады. Буруандар ағаштарда еркін әрекеттене алады және көп жағдайда ағаштардың бұтағында дем алады. Ең кіші маймыл. Әлемдегі ең кіші маймыл мартишка атты маймыл. Оның үлкендігі 15 сантиметр шамасында. Сол себепті де халық арасында саусақ маймылы деп атайды. Олар шынымен де адам саусақтарынан сәл үлкендеу. Басқа маймылдардан бұлардың айырмашылығы өзінің денесіне қарағанда құйрығының ұзындығы. Ең кіші ит. Милли атты ит әлемдегі ең кіші ит болып Гиннес рекордтар кітабына кірді. Оның бойы 9 сантиметр. Оның иелеріне Миллиді бағу оңай емес. Себебі серуен кезінде Милли оттардың арасында жиі жоғалып қалады. Ең кіші сиыр. 2014 жылы Манекен атты 6 жасар сиыр рекордтар кітабына енді. Оның бойы 61 сантиметрді құрайды. Бұл сиыр Үндістанның Керала штатында дүниеге келген. Оның иесі фермер және эколог Манекенді туылғаннан бері бағады. Манекенді басқа сиырлармен бірде тамақтандырғанына қарамай кіші болып қала берді. Оның иесі оның ерекше екенін түсініп, бұл сиырға жеке назарын қаратты. Фермердің айтуынша, ол отбасының мүшесіндей болып кеткен. Керала штатында Манекеннің атағы жоғары. Барлығы оны қонақ қылғысы және суретке түскісі келеді. Рекордтар кітабында бұл сиырдың қандай тұқымдас екендігі көрсетілмеген. Бірақ оның түріне қарап, вижурт тұқымдас екендігі айтылып келуде. Ең кіші мысық. Лилипут атты мысық 2013 жылы жаңа әлем рекордын орнатты. Оның үлкендігі 13 сантиметр. Ол ақштың Калифорния штаты Ната қаласында өмір сүреді. Ең кіші тасбақа. Трансильвания тасбақасы бар жоғы 10 сантиметрге дейін болады. Бұны көлдерде және теңіздерде кездестіруіңіз мүмкін.
Достар, осымен видео аяқталды. Видео ұнаған болса, каналға жазылып лайк баса кетіңіз.